Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сұлы жармасынан, яғни овсянкадан ПП лепешке нан жасаймыз. Егер сіз ПП нан іздесеңіз, дәл осы лепешке нанды 5-ақ минутта жасай аласыз. Ең алдымен овсянканы измельчителден өткізіп, ұнтақтап аламыз. Овсянка клетчаткаларға бай болғандықтан ұзақ уақыт тоқ жүресіз және арықтауға да көмектеседі. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 2 ас қасық сүт құямыз. Овсянканы салып, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, сондай-ақ менің каналымнан түрлі ПП тағамдарын көре аласыздар. Ол үшін подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Енді табаны майлап алып, овсяныйды құятын боламыз және де әр бетін 2 минуттан пісіріп аламыз. Егер де сіз пайдалы тамақтанамын деп наннан бас тартсаңыз, дәл осы лепешкені жасап көріңіз. Піскен лепешке нанның ішіне әртүрлі көкөністер мен көк шөптер салып жесеңіз, дәмі үйлесіп, тіпті балаларда жейтін болады. Пайдалы әрі тез 5-ақ минутта дайын болатын нанды сіздерде жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп лайк басып кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай, келесі видеода кездескенше.